Сәлем, құрметті достар. Бүгін сіздермен бірге қатпарлы нан дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарий қалдырамыз. Бізге ең алдымен осындай жылы су қажет болады. Жылы су, тұз және ұн. Осы үш заттан біз керемет дәмді нан пісіретін боламыз. Бірінші жылы суымызды құйып, үстіне тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз қолымызбен, тұзымыз ерігенше. Содан соң осындай ұнымызды салып, қаттырақ етіп қамыр илейміз. Қамырларыңыз бірақ қатты болып қалмасын, жұмсақ та болмасын. Қатты болса жаюға ыңғайсыз болады, сосын қалың болып қалады қамырларыңыз. Сол себептен орташа етіп, не жұмсақ болып қалмасын, қатты болып та қалмасын. Сол себептен тура осы видеодағыдай етіп қамыр илейсіздер. Кемінде 40 минутқа қойып қоясыздар. Қамыр ие қанғанша 30-40 минуттай целлофанға салып қойып қоясыздар. Бұл нан өте дәмді нан. Кейбір өңірлерде қаттама нан деп аталады, кейбір жерлерде слоеные лепешки деп те айтады, қатпарлы күлше деп айтады қазақша. Өте дәмді. Бұл нанмен ыстықтай кезінде сары маймен, қаймақпен немесе тосаппен жесеңіздер өте дәмді болады. Енді осы ие қанған қамырымызды екіге бөлеміз, бірдей етіп жұқалап жайып шығасыздар. Достар, сіздердің жаңағы осындай нандарыңыздың дәмді болуы, ол сіздердің жайғандарыңызға байланысты болады. Кейде сондай орысша айтқанда хрустящий деп айтылады ғой. Сонда қытырлақ болып піседі. Неге? Себебі сіздер қамырларыңызды өте жұқа етіп жаятын болсаңыздар, сол кезде қамырларыңыз қытырлақ болып сондай дәмді болады. Кейбір кісілер болады, ондай қытырлақты ұнатпайды, жұмсақ етіп жегенді жақсы көреді. Ондай кезде қамырын кішкене қалыңдау етіп жаяды. Қатты жұқа етіп жаймайды. Менің қамырым орташа болды. Піскен кезде өте жұмсақ болып пісті. Осылай жақсылап жаясыздар қамырларыңызды. Егер шеттері қалың болып жатса, қолдарыңызбен соссаңыздар болады. Дәл осы рецептпен 8 дана бізде нан шығады. Орташа нан. Үлкен емес, кіші емес, орташа болып. Мен осы лепешкеді, слоеный лепешкеді негізінде екі түрлі тәсілмен пісіремін. Кейде духовкаға пісірем, пешке. Болмаса сковородкаға қақпағын жауып 5-7 минут аралығында екі жағын 7 минуттан пісіріп алам, әр қайсысын. Ал егер кішірек болса, менде нандарым кішірек болса, бір противенге 3 нан сияды. Сол кезде 3 нанды бірдеймен духовкаға солай пісіріп аламын. Енді маргаринді жақсылап жайып шықтық, бүкіл жеріне жақтық қамырдың. Енді осылай ораймыз қамырды. 4-ке бөлеміз қамырымызды. 4-ке бөліп болғаннан кейін осылай дәл видеодағыдай етіп орап шығамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа салып қоямыз. Бұны мұздатқышқа салып қойып, қатырып қойсаңыздар да болады. Кез келген уақытта
осылай алып ерітіп жайып пісіріп жей бересіздер. Кез келген уақытта дайын болып тұрады. Негізінде мен осылай істеймін, көбінесе көбірек қылып мұздатқышқа салып қоямын, қатырып. Қалаған уақыттарыңызда осылай шығарып, жайып, пісіре берсеңіздер болады. Арасына мен маргарин жақтым. Кейбір кісілер болады, күнбағыс майын жағады. Негізінде екеуін де қолдансаңыздар болады. Бірақ дәмі маргаринмен жасаған нандарыңыз кішкене басқаша дәмдірек болады. Сол себептен маргаринмен жасағандарыңыз дұрыс болады сіздерге. Видеодан көріп отырғандарыңыздай осылай жаясыздар. Жұқа етпестер, қалың да болып қалмасын. Орташа етіп жаясыздар. Достар, біздің қатпарлы нанымыз дайын болды. Өте дәмді, дәмі керемет. Міне мен осылай сіздерге бөліп көрсетейін. Сондай қатпарлы болып тұр, слоеный болып. Арасында жаққан маргариніміз өте керемет дәм береді піскеннен кейін. Сіздер де жасап көріңіздер. Жасап көргеннен кейін міндетті түрде пікір қалдырамыз.